Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ке қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, қадірменді жанкүйерлер, футзалдан Қазақстан чемпионаты жалғасады. Ақтөбе мен Аят кеше өзара жеңімпаз анықтай алған жоқ. Кездесу 1-1 есебімен аяқталған. Бүгін Қоныс спорт кешенінде командалар екінші кездесуін өткізеді. Бүгін ұжымдар жеңімпазды анықтауға тырысады. Ақтөбенің кеше жолы болған жоқ. Қайрат Иманалиннің командасы енді екінші ойын бастауын алды. Бүгінгі ойынның реферии Жандос Минажадинұлы, екінші рефери Дмитрий Калмыков және үшінші төреші Әлим Бесекенов. Ақ түсті жейдеде бұл Ақтөбе. Каспий болмақ, бұл тұрғыда сәл жеңілдеу деп ойлаймын. Мен Ақтөбеге қарағанда Ордабасы осы маусымда өте азулы, құрам біраз өзгертіп алды. Қақпаға соққы! Қайрат Иманалин! Есеп 1-0 Ақтөбе алға шықты. Ақ қызылдардың капитандары өзінің жас кезіндегі ойындарын еске түсіргендей кезінде талай голдар соққан осындай бір Қайрат Иманалин қандай ғажап гол, керемет гол. Ал мұндашы мәссаған 1-1 есеп. Аят таразы басын теңестіріп кетті. Қалай болды, не болды? Қазір көреміз. Руднылық ұжым жылдам таразы басын теңестірді. Қазір бізге Сағындықов көрсетіп жатқанына қарағанда Ерсұлтан қанжығасын майлаған секілді. Ерсұлтан Сағындықов. Жетісуда 23, Атырауда 19, Ордабасы Аят бәйтеректе. Ой, тамаша соққы! Азат Валиуллин күтпеген жерден оңай соққы. Ауттан доп келді, тоқтатты, тепті. Ақтөбелік қорғаушылар ЖЖ қарсыласын алдап өте алмады. Көлбаев тым ұзақ, бірақ гол соғылды Асхат Көлбаев. Есеп 2-2. Асхат бір кездері шабуылды аяқтап қойғандай көрінді, себебі жылдамдығын арттыра алмай жатқан еді. Дегенмен ешкімге пас бермей, 7-ші нөмірлі футзалшы өзі соққы бағыттады. Осылайша тең, есеп тең. Ой, тамаша соққы! Маринквич есепті 3-2 қылды. Аятты футзалшылары тайының соңына қарай тамаша гол соқты. Осылайша енді Аят шабыттана шабуылдайды. Маринквич ортаға бас. Леандерсон 4-2. Аят 4-ші гол соқты. Сен соқпасаң, сан соқтырады дейді осындайда. Филиппиню алға пас, қандай қателік. Филиппинюге не болды? 4-2, енді 5-2-ге айналды. Ерсұлтан Сағындықов Аят 5-2 есебімен алға шықты және бүгін жеңіске жетті деп айта беруге де болатын шығар. Ерсұлтан бүгін дубль авторы. Бейл соққы жасады, қателесті. Бейл тағы бір соққы. 3-5. Бейл есеп айырмасын қысқарта алды. Жанкүйерлерден пенальтиден мүлт кеткен үшін кешірім сұрап жатқан секілді. Соңғы секундтар Ақтөбеде белсенді допты тартып алуға тырысып жатқан жоқ. Аят жеңіске жетті және 20 ұпаймен 4-ші орынға көтерілді. Атырау Ордабасыны артта қалдырды. Ал Ақтөбе болса 15 ұпаймен 8-ші орында қала береді. Есеп 5-3, 8 гол соғылған кездесу. Ақтөбеден Қайрат Иманалин, Асхат Көлбаев пен Бейл қанжығасын майлады. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ке қосылып, футзалды тамашала.